Әндеріміздің өзі де ауылдағы халықтың айтып жүрген әндерінен нәр алған, халықтың әндерінен суарылған әндер деп түсінуіміз керек. Саз әлемінің саңлағына ескерткіш қою рәсіміне шәмші әндерін шырқап жүрген мәдениет майталмандары қатысып, композитордың рухына тағзым етті. Жалпы бүгін осы гүл шоқтарын қою рәсімімен бірге кешкісін осы шәмші әлемі аллеясында сағат 20:00-де әнім сенедің гала концерті өткізілетін болады. Ән әлемінің әйгілі сазгері болған Шәмші Қалдаяқовтың жерлесі отырарым әнімен танылған Хадиша Шалабаева өткен шаққа оралып, сазгермен алғашқы кездесуін еске түсірді. Мен ол кезде мектепте оқимын, осы отырардың 60 жылдығында, сол отырар ауданының мені шақырып алды. Ол кезде мен нота деген нәрседен білмеймін. Марқұм Жақсылық Әбуов деген нағашы көкем баянға нотаға түсіріп, маған үйретті осы әнді. Бұл әнді Шәмші Қалдаяқ мына көкең болады деп, ол кезде Шәмші ағамыз ең соңғы ауырып жүрген кездері, мына құлақ қалған ғой қалқайып, кең даланың дауысын естісін деген сияқты. Сондай бір сезімде болдым, қандай жүдеп кеткен, ауырып жатқан кезі. Сондықтан да маған бір тарихи сәт, мен өзім сол кезде алғашқы рет көрдім Шәмші ағамызды. Айтып отырмын ғой, ең соңғы әнін берді, менің алғашқы әнім болып қалды тарихта. Осыдан 45 жыл бұрын мектеп бітірген шардаралық түлектер де Шәмші аллеясына арнайы келген. Әр өңірден жиналған сыныптастар сазгердің туған күнімен тұспа-тұс келгендіктен кездесулерінің бағдарламасын осы жерден бастауды жөн көрдік дейді. 45 жылдық мектепті бітіргенімізге Шардарада Восход совхозында 45 жыл кездесуіміз бүгін осы жерге Шәмші Қалдаяқов атамызбен туылған күнімен тұспа-тұс келіп отқаннан кейін осы кісінің құрметіне біз осы жерге жиналамыз деп шештік. Құдай қаласа, мына Қызылордадан келіп жатыр, Астанадан Қазбек Иса депутатымыз келе жатыр қазір. Неден ұшақтан түсті. Осы жерде жиналып, бәріміз бас қосып тау жаққа бір демалысқа кетіп бара жатырмыз. Мына керемет күшті филармонияның әншілеріне мен бұрында тәнтімін, бұрында қызғатымын. Мен бұл Шәмшінің әніне мен билемей еш уақытта қайтпаймын негізі. Айта кетейік, композитордың әні әлі де трендтен қалған жоқ. Қазіргі таңда жас әншілер түрлі кавер нұсқада орындап жаңғыртуда. Аида Өтеп, Ерлан Бексаидов, Жалғас Жаңаберген, арнайы уақыт телеарнасы үшін.